21 қазан. Бүгін 21 қазан. Өткен сабақта қандай тақырып өттік? Ашытқы қағаз және одан жасалған бұйымдар. Иә, дұрыс айтасың. Ашытқы қамырды дайындау үшін қандай әдістерді қолданамыз? Birinchi qimmatni tayinlaymiz. Екінші қамырды илеу әдісі. Дайын болған қамырды бөлшектерге бөлу және көтерілуге жіберу. Пісіру және салқындату. Сонымен бүгінгі тақырып түсінікті ме? Иә. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Мен колледжге мұғалім болып жұмысқа тұрғанда оқушылармен қазақ тілінде сөйлесу керек? Керекпін ғой. Егер оқушылар қазақша сұрақ қойса, қалай жауап беремін деп ойлаймын. Егер адамда ынта жігер болса, бәріне де жетеді екен. Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлы айтады: ақырын жүріп анық бас, еңбегін кетпес далаға. Ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға. Көшеде, қоғамдық орындарында адамдарға көмектесіп жүремін. Что ты делаешь? Балмұздақ неше теңге? Что ты хочешь? Не алдың тілде. Балмұздақ. Он спрашивает, сколько стоит мороженое. Мороженое. Вот, 200 тенге. Что? Спрашивает, сколько стоит. 200 тенге. Екі жүз тенге. Ахмет. Для того, чтобы понимать людей, которые обращаются к вам на казахском языке, нужно изучать казахский язык. Вот книги, по которым я изучала казахский язык, и он мне очень хорошо помог. Возьмите, пожалуйста. Хорошо, спасибо. Сәлеметсіз, кошки принос. Екі жүз. Алты жүз жетпіс. Үш жүз тоқсан. Екі жүз жиырма. Үш жүз елу. Бір мың сегіз жүз отыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Күтіп тұрыңыз. Рахмет. Азда болса, қазақ тілін білгеніне қуаныштымын. Мемлекеттік тілдің мәртебесі арта берсін.